Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге тауық еті мен брокколи қосылған өте дәмді пирогтың рецептімен бөлісемін. Барлық ингредиент описанияда жазылған. Алдымен қамырын дайындап алайық. Ол үшін салқын сары майды үкіштен өткіземіз. Оның үстіне қаймағымызды қосамыз. Жұмыртқамызды саламыз. Және тұз бен қамыр қопсытқыш салып, ұн қосып, қамыр жасаймыз. Бірақ қамырды қолмен көп ұстамаңыз, өйткені майы еріп, содан кейін пирогтың қамыры қатты болып қалуы мүмкін. Жұмсақ қамыр дайын болғасын, бір мешочкқа салып, мұздатқышқа салып қоямыз. Ал енді салмасын жасайық. Ол үшін тауықтың етін алдын ала 10 минут суға қайнатып пісіріп аламыз. Және оны турап бір ыдысқа саламыз. Брокколиді де дәл солай алдын ала 3-4 минуттай суға қайнатып аламыз. Одан ұзақ қайнатпаңыз. Және осындай ұсақ бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Қызанақты да тазалап, орташа бөліктерге бөлеміз. Аскөгімізді де ұсақтап турап қосамыз. Ал пияз бен тәтті бұрышты ұсақтап турап алғаннан кейін аз мөлшерде май құйылған табада қуырып аламыз. Оны да біздің салмамызға салып, араластырамыз. Дәміне қарай тұз қосып, барлығын жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Енді біздің салманың үстінен құятын құймамыз керек. Ол үшін сүтке 3 жұмыртқа салып, 1 қасық майонез және 3 қасық қаймақ салып, барлығын жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Енді біздің мұздатқыштан шығарылған қамырымызды жайып, қамырдың қалыңдығы 3-4 мм болады. Және пирог жасайтын форманың үстіне дәл осылай төсеп, астыңғы жағын бірінші жақсылап орналастырып аламыз жайып. Және жиектерін көтеріп, жақсылап, және шетіндегі артық қамырды қолымыздың көмегімен осылай алып тастасақ болады. Енді дайын қамырымыздың үстінен салманы салып, қимамызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градус 30-35 минут пісіреміз. Дайын болғанда үстінен ірімшік сеуіп, тағы да 5 минут қызарғанша пісіреміз. Енді біздің қалып қойған тестамыздың ортасында кішкене ірімшік салып, осындай бір самса жасап, пирогтың қасына пісіріп алсаңыз болады. Міне біздің тауық еті мен брокколи қосылған пирогымыз дайын. Бұны киш-лорен деп те атайды. Кішкене 5-10 минут суытқаннан кейін осылай формадан өте жеңіл шешіледі. Бұл пирогты салқын кезінде де, ыстық кезінде де жеуге болады. Түскі асқа да, кешкі асқа да дайындауға болады. Сіздерге ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын!